Түлкі мен маймыл. Бір күні түлкі жорта жүріп, қақпан үстінде өліп жатқан бір балықты көреді. Түлкі балықты құйрығымен сипап, тартып қарайды, бірақ қақпаннан шығара алмайды. Балық үлкенірек екен. Түлкінің құйрығының қуаты келмейді. Балықты алып жей алмай, ызаланып, жолмен жортып келе жатса, түлкінің алдынан бір маймыл ұшырайды. Түлкі маймылды көріп, басын төмен салып, құйрығын бұлаңдатып, еркелеп, ыржыңдап күліп, сәлем берді. Маймыл сәлемін алып: «Жол болсын, түлкі би. Бұрын мұндай құрметті қылмаушы едіңіз. Енді қалайша құрмет қылдыңыз?» дейді. Сонда түлкі айтады: «Сүйінші беріңіз. Патша сайламаққа келдік. Көп аңдар, көп жандар кеңес қылып еді. Арамыздан патша сайлаймыз деп, маған ақыл салды. Сенің білімің көп еді. Осы кеңесіміз мақұл ма?» деді. Мен айттым: «Менен маймылдың білімі көп, адамзатқа ұқсайды» дедім. «Менің тілімді алсаңыздар, маймылды патша сайлаңыздар. Үлкен кішіңіздің жайыңызды білер, әділетсіз іс қылмас» дедім. «Егер арыстан патша болса, оның күші көп. Өзіне ықтияр тиген соң, ойына келген ісін қылар. Жазықты жазықсызға қарамай, нашар жандардың барлығын қырып тастар. Алдына ешкім арыз ете келе алмас, әулетімен құртып жіберер» дедім. Жиылған көп жандарға менің ақылым құп болды. «Түлкі бидің ақылы табылған ақыл» деді. «Патша сайламаққа арыстан жарамайды екен. Бәрімізге де зиян келтіреді екен. Маймылды патша сайлайық. Нашардың сөзін айтар, адамзатқа ұқсаған әділетті, ақылы көп шығар. Тез тауып келіңіз» деді. Сіздің қайда екеніңізді білмей, жан-жануар тұс-тұс жаққа қарап іздеп кетті. «Бәрінен бұрын сізге келіп мен жолықтым. Құрмет қылып тұрғанымның мәнісі осы» дейді. Маймыл бұл сөзге қуанып, түлкінің аузына қарап, миық тартып күліп: «Мақұл, халық ұнатса, патшалықтан несіне қашалық? Әлім келгенше әділетпен іс қылармын. Түлкі, сенің жақсылығыңды ұмытпаспын. Келіннің бетін кім ашса, көзіне сол ыстық деген сүйіншіңді оңдап берермін. Қолыма билік тиген уақытта сенің айтқан сөзіңді жерге тастамаспын. Жүргің, бастағың» деді. Түлкі біраз жерге бастап келді де, манағы қақпан мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалды. Маймылға қарап: «Әй, патша, бір арызым бар. Менің қарным аш, енді еш тақатым қалмады. Сіз бір дуа қылыңыз. Мен әумейін десем, Құдай қабыл қылар. Бір тамақ табылып қалар» дейді. Сонда маймыл өз тілімен дуа қылады. Түлкі әумейін деп алдыңғы екі аяғын көтереді. Дуа қылып болған соң, түлкі маймылды бастап, бір қырдан қылт етіп шыға келгенде, манағы қақпанға қойған балыққа жолықты. Сонда түлкі маймылға айтты: «Сіз дуа қылып едіңіз. Мен әумейін деп едім. Сонымыз қабыл болған екен. Даяр тамаққа жолықтық. Өлмесін деген құлға өлі балық жолығар деген осы. Міне, жеңіз» деді маймыл. «Ей маймыл патша, егер 6 күн аш жүрсем де, астың алдын әуелі сіз татпай қайтып жейін. Би патшасынан бұрын аш жемейді. Ашта болсам, әдепсіз тамақ жемейтін білімді бидің баласымын» дейді. Сонда маймыл қақпанға қарап, аяғын бір басып ет, сарт етіп аяғына түсті. Қақпанның серпуімен балық ыршып барып, басқа жерге түсті. Түлкі қағып алып жеді. Сонда маймыл ойлап тұрып: «Патшалықтан кештім, пәледен аяғымды құтқар» деп түлкіні сөкті. Сонда түлкі: «Ей маймыл, әр алуан ойыншы едің. Ойнап айтасың ба, шындап айтасың ба?»
Амалды сөкпе, абыройды төкпе. Арыстаннан сені жақсы деп келгенімде, ақуалың осы ма? Аяғыңнан ұстаған қақпанды көтер алмай, жын ұрды ма? Аузыңнан ашы-ашы сөз шығады. Алуан-алуан екі бақ бар. Бірі бастан қонады, екіншісі аяқтан қонады, маймыл еке. Мәнісі осылай болады. Аяғыңнан қанақса да отыр, аузыңнан қақса да отыр. Тек білесең кетпейтін темір бақ қонды. Қақпанға сені патша қылдым. Қайыр, қош, аман бол, патшалығың баянды болсын деп жөнеле береді.